Гонконгда Эбби Чой деген известный бай модель болған. Ол қыз 18 жасында өзімен жасты жігітке ғашық болып қалып, сол жігітке тұрмысқа шығады. Одан 2 бала туған соң екеуі ажырасады. Күйеуі нашар адам болып шығады, қайнатасы да нашар адам болып шығады. Баяғыда мент болған, бір қызды зорлады деген күдікпен жұмыстан шығып кеткен кісі. Ажырасқаннан кейін де бұл қызға тыныштық бермеген, кене сияқты жабысып алған семейні, сөйтіп бұдан ақша сорып отырған. Даже туған күйеуінің бауырын водитель қылып жұмысқа алған. Балдарынан айырылып қалам деп қорықты ма бұл әйел, немесе общественный мнениеден қорықты ма, олар шантажировать етіп отырған. Оны асынып қайнатасы бұған квартира алдыртқан. Білесіздер, Гонконгта квартиралар өте қымбат, енді страшно қымбат. Адамдар даже ипотека алғанның өзіне 100 жыл төлейді. Өзінен кейін өліп кетсе, кейін баласы төлейтін, солай алады да квартираны. Бұл қыз соларға өзінің бай болғаннан кейін кәдімгі наличка ақшасына элитный районнан, центрден квартира алып беріп, қайнатасының атына жазып береді. Сонымен бұл қыз бір күні басқа жігітті кездестіріп, өзі сияқты бай бір компанияның бастығы және бизнесмен жігітті кездесіп, сол жігітке тұрмысқа шығады. Ол жігіттен 2 бала туып, жасы 32-ге келген кезде кішкене дух пайда бола ма, немесе күйеу поддержка бола ма, анау алып берген квартираны сұрайды. Квартираны менің атыма қайттан жазып беріңіздер, мен арендаға сдавать етем оны, мен сіздерге далада қалдырмаймын, квартира алып берем, бірақ қаланың шетінен деп. Сонымен, ұрыс қырылыс болады. Ана қайнатасы бұны қорқытады, егер квартираңды қайтадан сұрайтын болсаң, мен сені өлтірем деп. Бірақ бұл арқасында күйеуі тұрғаннан кейін, екінші күйеуі бұл да қайтпайды. Сонымен мына бывший күйеуі, қайнатасы, сосын мына жігіттің бауыры, водитель болып жүрген, үшеуі планирует етіп қызды ұрлап кетеді. Сөйтіп загородный домға апарып, арендовать етілген, жестоко өлтіреді. Міне осылай осы жерде клёнка іліп тастап, қызды арамен аралайды, балтамен шабады, ішек қарын массировкадан өткізеді, нелерін, қабырғаларын неге қайнатады, 2 кастрюлька газ қойып қойған дейді, соның үстіне қайнатады, басын, терісін тіліп алған дейді, мына басында просто черепті қайнатады, аяғын холодильникке тығып қояды. Өлтірген бывший күйеуі яхтамен қашып бара жатқан жерінен ұсталады. Барлығы пожизненно сотталады. Даже мынау загородный домды арендовать еткен қайнатасының любовницасы да сотталады. Мен үшін тозақпен тең мемлекет бар жер бетінде, ол әрине Северная Корея. Неге дейсіздер ғой? Мына түнде қараған кезде, қараңыз, единственный мемлекет жер шарында свет өшіріліп тұр, спутникпен қараған кезде. Неге? Өйткені бұларда светті экономдап, түнгі онда свет өшіріп тастайды. Бұл жақта интернет жоқ. Бұл мемлекет полностью өздерінің ішінде ғана, жаңалықты да тек қана сол Северный Кореяның жаңалығын ғана біліп отырады. Сыртта не болып жатқанын білмейді. Сырттағы жаңалықты тек қана президент и президенттің қол астындағы және политиктер ғана біліп отырады. Қарапайым адамдарына шетелдің киносын көруге болмайды, дорамасын көруге болмайды. Егер көріп жатқан жерінен ұсталатын болса, өмір бойлық түрмеге қамалады. Ешкімді шетелге шығармайды, шығам деп қашып баратса, атып өлтіре салады сол жерде. Адамдарды аямайды, ату жазасына болмайтын нәрсеге де кесе береді, болмайтын нәрсеге де пожизненно түрмеге қамай береді. Ешкімде ол жақта частный машина болмайды, ешкім машина аламайды, тек қана общественный машиналар болады, және либо президенттің машиналары, либо общественный транспорт деген сияқты. Қарапайым шаш қырқу үшін да 4 па 5 па прическа болады, соның біреуін ғана таңдайсың. Қыздарға ұзын шаш, мынадан ұзын шаш ұстауға болмайды, сондай прическа. Президенттің прическасын ешкім басына істемеу керек, ато басың кесіледі. Не үшін бұл мемлекетті мен тозақпен теңеймін? Өйткені бұл адамдарын құдайға сыйдырғызбайды, религия таңдатқызбайды, және мұсылман, христиан деген сияқты. Случайно үйінен, адамдардың үйінен священник книга тауып алса, ату жазасына кеседі. Бұлардың құдайлары мынау президенттері. Президенттерін нашы сонса дейді, үйлерінде абсолютно барлығының үйінде президенттердің суреті ілулі тұрады. Бұл мемлекет патшалық заманында өмір сүреді, яғни мынау тұңғыш президенті, мынау соның баласы, қазіргі президент, мынаның баласы, солай атадан балаға беріліп кете береді президенттік.
случайно үйіңнен өрт шықса, бірінші орын президенттің суретін құтқару керек. Бала шағаңды емес. Бір әйел солай в панике бала шағасын құтқарған ғой, суретті емес. Сол үшін ана елді ату жазасына кескен. 2013 жылы ақпан айында Египетке демалуға барған 19 турист мынандай воздушный шарға мінеді. Қастарында бір пилот, бір гид бар, сонымен 21 адам. Бұл воздушный шар Египеттің киелі жерлерінің төбесімен жүреді. Яғни мумиялар жатқан жерде, баяғыда храм болған жерде, қаншама адамның, былайша айтқанда, мазаратының үстінен жүреді. Бұл туристер көңіл көтеріп, көп күліп, сыйластық танытпаған деген болжам бар киелі жерге. Яғни неуважение к мертвым дейді ғой, айтады ғой, өлі риза болмай тірі байымас дейді. Даже мазараттың алдына машинамен өтіп бартқанда да музыканы өшіру керек. Сонымен бұлар аралап болып жерге қонайын деп атқанда, жерге 3 метр қалған кезде іштегі өрт бірден лап еткізіп не қылады, өртенеді. Сонымен пилоттың артына тиіп, пилот өртеніп, жерге қарай құлап кетеді. Ол жерде қорыққан бір кісі де артына секіріп кетеді 3 метрлік жерден. Қалғандар аң-таң болып қарап тұрғанда, ана шар, одан да өрт сол жерде қатты жанып, жоғары қарай көтеріліп кетеді. Жоғарылаған сайын қатты биік көтеріліп, бір 50 метрге келген кезде ішінен 5 адам жерге қарай секіріп кетеді. Ол 5 адамның біреуі ғана тірі қалып реанимацияға түседі, бірақ реанимацияда ол да өліп кетеді. Қалған адамдар суднаның ішінде қалады. Ол шар жоғары көтерілген сайын ішінде газ атыла береді. Сонымен қатты биікке көтерілген соң ана шар майда кусокқа айналып жерге түседі. Қазір видеосын енгізем. Видео басқа воздушный шардан түсіріп алған туристердің видеосы. 21 адамның ішінде пилот пен пилоттың артына секіріп кеткен адам ғана тірі қалады. Қалған бәрі өліп кетеді. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.